Сәлем достар, сіздермен бірге мен Шалқар Аханов. Жақында Парижде өтетін жазғы Олимпиада ойындарына ұлттық құраманың спорттық формасы атты байқау өтіп, мен дизайнер ретінде өз бағымды сынап көрген болатын. Өкінішке қарай мен жеңіске жетпедім, бірақ жеңімпаздардың жұмыстарын көргенде мен бірден жаңа Қазақстанның жүйесі екенін түсіндім. Өздеріңіз қараңыздаршы, испаниялық фирманың логотипін де алмай, өткен Олимпиададағы форманы қайтадан ұсына салған. Тіпті бұл жерде ешқандай дизайн да жоқ. Бұлай болатын болса, бұл конкурсты ұйымдастырудың керегі не? Одан да бұл конкурсқа жұмсалған қаражатты еліміздегі су тасқынынан зардап шеккен мұқтаж жандарға қайырымдылыққа берейік те, ал мен өз дизайндарымды тегін сыйлайын. Ұлттық форма дегеніміз ол қазақ елінің әлем алдындағы сыртқы келбеті, еліміздің айнасы, еліміздің мәдениеті. Осы орайда осы конкурсты ұйымдастырып отырған спортты дамыту дирекциясының директоры Ерлан Жұмабекұлы Естек мырзаға және комиссия мүшелері Ольга Рыпакова, Елдос Сметов, Серік Сәпиев сынды ағаларымызға еліміздің намысы үшін бұл конкурсты қайтадан қаралуын және ашық түрде өтуін сұраймын. Мені қолдасаңыздар, достарыңызбен бөлісіп, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Рахмет.